Қайырлы күн, құрметті достар. Ертең қасиетті ораза айы басталады. Дәрігер ретінде мынау кеңестерді бергім келеді. Күні бойы аш жүрген адам ауызды дұрыс ашу керек. Көбінесе жасалатын мынандай қателіктер бар. Яғни бірнеше сағат аш жүрген адам ауызашар кезінде ауызды өте мұздай сумен ашады, немесе газдалған сулармен ашады. Бұл болмайды. Ауызды міндетті түрде жылы сумен ашу керек. Ол су мұздай болмау керек, немесе тым ыстық болмау керек. Ауызды жылы сумен ашқаннан кейін ол асқазанға түскен жылы су асқазанды жібітеді, бауырдан өт жақсы бөлінеді, ұйқы безінен сөлдер дұрыс бөлінеді. Одан кейін құрма жесеңіз болады. Бірдестен ыстық тамақты, қою тамақты немесе майлы тамақты жеуге болмайды. Ауызды жылы сумен ашып, құрмаңызды жеп, бірнеше минуттан кейін ары қарай көкөністен бастап осылай сорпа ішіп, сұйық тамақтан ішкен ол абзал. Және де ауызды бекітудің де өзінің дұрыс ережесі болу керек. Күні бойы сізге энергия керек, сол үшін міндетті түрде ауыз бекітілу керек. Ауыз бекітуге биологы көп, көмірсу көп тағамдарды пайдаланған дұрыс. Атап айтатын болсақ, жұмыртқа, ет, басқа да ботқа деген тамақтарды ішкен дұрыс. Майлы тамақты және де ащы тамақты ауыз бекіткен кезде ішуге болмайды, себебі ол адамды шөлдетеді. Кемінде ауыз бекіту кезінде 1 литрдей су ішкеніңіз дұрыс. Ол кәдімгі жылы су болса жеткілікті. Яғни бізге дәрігерлерге өте көп осы ораза кезінде адамдар келеді, яғни ауызды дұрыс ашпағаннан немесе ауызды дұрыс бекітпегеннен түрлі панкреатиттер, гастрит немесе түрлі ішек аурулармен келеді. Құрметті достар, оразаларыңыз қабыл болсын.